Егер сіз Алматыда тұратын болсаңыз, балаңызбен бірге қайда барып ойнауға болатынын көрсетемін. Егер де сен студент немесе оқушы болсаң, дәл осы жерге барып қайтсаң болады, керемет күшті адреналин алып қайтасың. Әрбір кірушіге носки беріледі және киімдеріңізді, бағалы заттарыңызды құлттап кететін шкафтың кілті беріледі. Бұл жердің ең күштісі, кішкентай балалар ойнайтын бөлек осындай үлкен алаң бар. Одан бөлек 5 жастан асқан балаларға арналған ойын алаңы да бар. Кішкентай балаларға арналған әртүрлі аттракциондар бар. Егер балаңыздың туған күнінде баратын болсаңыз, кіру тегін. Бұл жер демалыссыз жұмыс жасайды. Таңертеңгі 10-нан түнгі сағат 10-ға дейін. Балам осы жердегі барлық аттракциондарға мініп болғаннан кейін ересектерге арналған залға да келдік. Іші өте үлкен, әдемі. Адреналин алуға болатын ең қауіпсіз жер. Көріп тұрғандарыңыздай бір орында тұрып қозғалатын машинканың түрлісі бар екен. Маған адреналин алу ұнамайды, қорқынышты. Мына сырғанақтың өзінде бақырып келе жатырмын ғой. Мына екінші сырғанаққа да мініп ұшып түстім ғой, бақырып. Келесі осындай қауіпсіздік белдіктердің барлығын үстіме тағып киіндірді де, осы баспалдақтан соңына дейін шығып төменге қарай секіру керек дейді ғой. Дәл осы биіктікке шамамен 4-5 минуттай шықтым ғой. Ең соңына жетуге біреу қалған кезде аяғым дірілдеп, қолым дірілдеп, кішкене қорқып, ой осы жерден төменге қарай секіріп кете салайын деп секірдім. Тамақтануға арналған орындар өте көп. Одан бөлек тыныштықта отырып тамақ ішем дейтін болсаңыздар, ішінде арнайы жабық рестораны да бар. Тамақ ішетін стол жетпей қалады деп қорықпай-ақ қойсаңыздар болады, себебі мына жақтың барлық толған столдар мен орындықтар. Дәл осы жерде тамақтың түрі сатылады. Баламыз екеуміз пицца мен фриге заказ бердік. Тамақтанып жүрек жалғап алғаннан кейін баламыз екеуміз ойнайтын алаңға қайтадан келдік. Дәл осы кедергілермен жүруде мен үшін өте қатты қорқынышты болды. Әйтеуір соңына дейін жүріп өттім. Бұл жерде сырғанақтың бірнеше түрі бар. Менің эмоциямды қарасаңыздаршы. Қорқыватыр Марғұлан. Мен қорықпай жатырмын. Мама. Бисмиллахиррахманиррахим. Мама, қорқынышты ғой, қара. Ал давай. Картинг деген жеріне бірінші рет келіп, осындай машинаға бірінші рет отыруым, бірақ күшті екен, ерекше сезім сыйлайды. Желтоқсан айының 17-сі мен 31-і аралығында осы My Kidsқа келіп, бар болғаны 8.000 теңге төлеп, балаларыңызды ойната аласыздар. Одан бөлек анимациялық шоу болады және балаларға тәтті сыйлықтар беріледі.